Бүгін жуған шашыңыз келесі күні майланып қалатын болса, онда осы видеоны толықтай қараңыз. Сәлем достар, сіздермен оңай медицина. Жалпы шаштың майлануына бірнеше әсер ететін факторлар бар. Олардың бірі шашыңызды жиі ұстамаңыз. Дерматологтар мен дәрігерлер бір ауыздан тазалық өте маңызды екендігін ескертеді. Бетіңізді қолыңызбен ұстай берсеңіз қандай реакция байқалады? Әрине, теріңіз ластанады, әртүрлі жағымсыз сезімдер туындайды. Сол секілді шашқа да дәл осындай ұстаныммен қарағаныңыз дұрыс. Шашыңызды қолыңызбен жиі ұстай бермеңіз. Өйткені адам денесінен май бездері бөлініп шығатын май шашқа түсіп, ластану процесін бастайды. Ал май бездері бізде көбінесе саусақтарда бар. Сондықтан шашыңыз тез кірленіп, майланып кетеді. Екіншісі, шашыңызды жиі тарамау. Жалпы шашты тарау жақсы, яғни бас терісінен қан айналымын жақсартып, шаштың өсуін жылдамдатады, шаш саулығын сақтайды деген сенім бар. Дегенмен де мұны да шектен асырмаған дұрыс дейді мамандар. Тарақпен шашты тарағанда бас терісіне әдеттегінен көбірек май шығарады. Бұл шашыңызға әдемі жылтырлық сыйлайды, бірақ шашыңызды жиі күніне 5-6 рет тарау майлануға алып келеді. Үшіншісі, басыңызды жиі жумаңыз. Майды кетіру үшін басыңызды жуасыз, бұл дұрыс. Бірақ та шашыңыз жиі майланатын болса, оны жиі жуудың қажеті жоқ. Оның шешімін басқа жағынан іздеу керек. Өйткені осылайша проблеманы арттыра түсетініңізді байқамай жүрген болуыңыз мүмкін. Су сабының күнделікті қолданылуы бас терісінен табиғи майды жуады. Нәтижесінде тері сол майдың 2 бөлігін шығарады. Шашыңызды кем дегенде 3-4 күнде бір рет немесе аптасына бір рет жуғаныңыз дұрыс. Және де осы тәртіпті қайталап үйренгеніңіз өзіңізге жақсы. Төртіншісі, кондиционерді тым көп қолданбау. Кондиционерлерге сақтықпен қарау керек, өйткені оларды кейбіреулер дұрыс пайдалана алмайды. Біріншіден, кондиционерді шаштың бүкіл ұзындығына емес, тек қана ұштарына жағасыз. Екіншіден, шашыңызды түріне арналған кондиционерді мұқият таңдау. Тарақты таза ұстау. Дегенмен де көп тарақты таза ұстағанмен де оны 2-3 күнде бір рет таза ұстап тұрған дұрыс. Бұл механизм қарапайым ғана. Майлы шашты тарағанда ондағы қалдықтар тарақта қалады. Содан кейін сіз таза шашыңызға сол тарақпен тарайсыз. Кеше жуылған шашыңыз бүгін бірден лас бола шыға келетін болса, тарақты тазарту керек. Шаш күтіміне арналған өнімді дұрыс таңдау. Су сабындар, яғни шампунь, кондиционер, маскалар мен бальзамдардың сипаттамасын дұрыс оқып шығыңыз. Көбінесе тіпті кәсіби құралдар сіздің шашыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Ең дұрысы шаш косметикасын таңдау кезінде маманнан кеңес алған артықтық етпейді. Сіздермен бірге болған қиын тақырыпты оңай тілмен түсіндіретін оңай медицина. Барлықтарыңызға сәттілік. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.